Достар, бүгін мен фурацилиннің пайдасы туралы қандай қасиетке ие туралы айтқым келіп отыр. Фурацилин негізі тері зақымдануларының емделуін тездетеді екен. Абразиялар, жаралар, ішкі мембраналардағы іріңді қабынуды кетіреді екен. Күйіп қалған жағдайда терінің қалпына келуін тездетеді. Ал мұрын қуысында қабыну мен ісінуді жояды. Ауыз қуысында іріңді қабыну процестерін емдеу үшін қолданылады. Құлақтың қабынуын тиімді түрде жояды. Бактериялардың жедел іріңді некротикалық қабынуын жояды. Шаш фолликуласында, май безінде және жақын орналасқан дәнекер тіндерде аяқ гипергидрозымен күреседі. Аяқты шағымадан тыс кешендігі кезінде, яғни қабынуды азайтады, жылдырады. Ол саңырауқұлақтарды жойып, кандидозды емдеу үшін қолданылады екен. Сонымен қатар фурацилин ашық жараларда іріңді процестерді болдырмау, қуыстарды дезинфекциялау, офтальмиялық ауруларды емдеуде, лор мүшелерінің зақымдануын болдырмау үшін қолданылады. Ал фурацилин су ерітіндісі синуситте, плевра эмфиземасы, сүйектерді хирургиялық емдеуден кейін, уретрия мен қуықтың инфекциясы, ауыз қуысы мен жұтқыншақтың жұқпалы аурулары, көзден ағып кетумен бірге жүретін офтальмиялық аурулар кезінде қолданылады екен. Алкогольді ерітінді отит үшін қолданылады екен. Таблеткалар шекелеске қолданылады, яғни бактериялардың дизентериясы кезінде. Сонымен бірге бактериологиялық аурулардан кейін асқынудың алдын алу үшін қолданылады. Жақпа терінің күйіп қалуымен, аязымен, ішкі мембраналардың зақымдалуымен қалпына келтіру, жеделдету үшін қолданылады екен. Достар, біз білмейтін фурацилин дәрінің пайдасы өте көп екен. Біз тек тамақ шайқаған кезде ғана білеміз ғой. Тамақ шайса тамақшасы болады деп. Фурацилинді алып қойып пайдалану керек екен. Мұндай қымбат та тұрмайды. Солай, достар, біле жүрейік. Егер фурацилинге жағымсыз әсер болмаса, қолдана беруге болады. Әркімге әртүрлі әсер етеді жалпы. Мен тек пайдасын айтып жатқаным.